14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Шұғыла, мынау апамның органик лайф деген дәрісі бір керемет екен ғой. Бір апта болды ішіп жатқаныма. Бір өзімді жақсы сезініп жүрмін. Керемет. Айланайын, міне. Әкесінің еркесі. Қараш, қандай сұлу болып тұр. Бай. Әке, Аужа. маған мектеп бітіру кешіне ақша керек. Ойбай, ботақан, ақша. Керек. Дұрыс. Мектеп бітіруге ақша керек қой. Әрине. Алтыным менің жаным. Сенен нем даянайын? Мынайын. Мынайын. 1, 2, 3, 4, 5 мың теңге артығымен. Мынайын. Қыдыр жаныма шейін. Шоколад же. Күлкімді келтірмеңізші. Маған бұндай 1000 теңгеліктен 300 керек қой. 300. Қай? Ойнап тұрсың ба жаным? 300. 300 мың теңге сұрап тұрма мына қыз. Сенің есің дұрыс па қызым? $1000 сұрап тұрсың ба сұда? $1000 сұрап тұрма мына қызым менен сұда? $1000 жетпейді ғой. Ойбай, мен қақын топ берем саған. 300 мың теңге мен топ берем. Айналайын Шұғыла. Айналайын қызым, сен ренжіме маған. $1000 жоқ менде. Анам бар деп айтты ғой сізде. Бар ма не менде не $1000? Берсейші енді жинаған ақшаңнан. Берсейші. Не болады мынау? Сен есі басын дұрыс па бақыт? Машиналарды ақша ғой. Машиналамыз оған. Енді қызыңа керек болып тұр ғой. Ол ақшаң сен бәрі машинаға жетпейді ғой. Конечно жетпейді. Көрімгенің ақша жылмалап ала беретін болсыңдар. Болмайтын нәрсеге. Конечно жетпейді. Сонда не сенің бір тал қызыңның мектеп бітіргені көрінген нәрсе ма? Тұрш мынаға. Әңгімелесейік. Тұрш бергеш бер. Берге бер. Сен не мен балаларға қарсы қойып тұрсың, а? Немеге қарсы қойып тұрсың сен мен нем? Ой, сен емес паш? Қызыңның бір қуанышына қарсы сөйлеп тұрған. Сол тап сол ақшасыз мектеп бітірмейме екен, а? Айтшы, тап осы ақшасыз мектеп бітпейді деші. Берейін, 300 мың емес, 3 миллион берейін. Шашасыңдар ғой ақшаны бекерге. Желге ұшырасыңдар ғой. Лимузин жалдайсыңдар. Аста төк той жасайсыңдар. Сендердің тойларының қасында анау үйлену той әдірем қасын. Көйлек аласыңдар, бір кеп тастайтын. Миллионға, бәленбай мыңға беттерін боятасыңдар. Бәрі беріп жатыр. Енді мұғалім басымен мен бермей қояйын. Қайта сен соларды жөнге салмайсың ба? Сен қайта ақыл айтпайсың боларға? Әлден балдарды ысырапшылдыққа, тойымшылдыққа тәрбиелеп атсыңдар сендер негізі. Ертең о бала шағасы оқуға түспей ма? Түсет. Сол кезде сол ақшаны одан да сол оқуына төлесін. Жатақханасына төлемей ма? Тура бір мектеп біткен екен, өмір бітіп қалатын сияқты бір. Тө, Мырзахан, не айтып кеттің? Қайда кетпей жатқан ақша? Бермесең, өзім ақ берем. Айтып қойған мен, берем деп. Мен шешіп қойдыңдар ма? Шешіп қойған екенсің ғой онда. Шешіп қойсаң немен ақылдасып тұрсың мен? Жарайды, істеңдер, білгендерің істеңдер. Онда ақыры істепсіңдер ғой. Онда сол ақшаға тағы да ақша қосыңдар да, еркесі маған шақырыңдар. Сөйтіңдер де жоқ-жоққа билеңдер сол жерде. Ең қымбат тамадан алды, кім анау? Төлен дейіп па, Тұрсынбек па, кім? Екеуін жалдаңдар. Рақат қой сендерге.
тағы ет болып қалады, оны істемесеңдер, соны істеңдер. Мектептеріңде басқа мектепке қалып кетсе, масқара болып қаларың мүмкін сендердің, иә? Істеңдер, ет болады. Обязательно алдыңдар, ма? Істеңдер. А мен кетем. Мырзахан, ой, кешіріңіздер, минутты да папала. Болды енді, болды. Қоя. Жылама. Болды. Болды. Жарайды. Берем, болды. Сен енді қимай жатыр деп ойлайсың мен сен енді. Береміз ғой енді. Жоқ, керек емес. Болды енді қой. Ерекіспе. Сенен аяғымды итчесін. Берем. Бермет деп жылап отырған жоқ. Екеуіңді ұрыстырып қойдым деп жылап отыр. Солай ма Шұғыла? Иә. Құлыным сол. Бар ғой, бетің жүкпіш бар. Бар, бетің жүкпіш ғой. Жаным сол. Арман, сен бар банау Ибраги батаға көмектеш. Жарайды. Шұғылаға барып дейшім. Бер кел. Шұғыланың. Кел отыр. Не болды, апа? Не істедің? Мырзахан, осының бәрін айқайсыз-ақ шешуге болатын еді ғой. Соны айтам да, апа. Болады ғой шешуге. Ona бақыт. Өзің ғой, шыж-бұз боласың да жүресің. Ай, келінде түк күнә жоқ. Ал сұрамай алғанда қайтер едің? Ондай әйелдер де бар, сұрамай алып кететін. Қайта келінге рахмет айт. Бір күн ұрыс болған жерден 40 күн береке кетеді дейді. Ал айқайлай берген еркектің айқайының да қасиеті кетеді. Сондықтан кішкене сабыр сақтап жүрсеңші. Болды, кешіріңіз. Сабырлы бол. Жарайды. Бар. Ашуға беріліп қалды не да? Жарайды. Барыңдар, жұмыстарыңа. Болды, алаңдап қалмаңыз, ең бас. Болды. Берем мен. Шұғыла қайда жүрей? Бағарым, аман болыңдар әйтеуір. Аман болыңдар. Ер адамдардың бәрі сол. Бетіне қарсы келсең, беделімді түсірдің деп екіленіп шыға келеді. Енді бұның мінезін білесің, бірақ қайтарымы тез, қайтесіңдер өкпелесіп. Бірақ Мырзаханның сөзінің де жаны бар. Кейін кезде тойшыл болып кеткеніміз рас. Ой, апа, білем ғой мен оның бәрін. Жиналыста да айттым. Бірақ қалың көпшілік ақыр көндірді мені. Мырзаханды айтам да, мен соншалықты ренжітіп, соның бәрін мен ұйымдастырып қойғандай айқайлап. Жарайды енді. Мырзахан да түсініп отыр. Ашуыңды бас енді. Ашуыңды бас. Берерсің, бермессің, өзің білерсің енді. Соған бола, анау берекелеріңді қашырмаңдар енді. Иә, апа. Мен ашуланғанда не қырар дейсіз? Ой, айналайын. Кәне, жүр. Анау аузы сыр жақындап қалды, соған дайындалайық. Жүр, мақұл апа. жүр. Мен сіздерді бала кезден көріп өскем. Сіздерді тыңдап өстім ғой мен. Менің алдымда отырсыздар ғой қазір. Рахмет. Жарайды, рахмет балам. Кешіресіз. Құрметіңе рахмет. Қасыма келіндеріңіз отырып қойсам бола ма? Ол кісілер де сіздердің бір фанаттарыңыз. Рұқсат болса, иә? Әрине. Ала беріңіздер, дәмнен ала беріңіздер. Әрине. Бақыт! Бақыт деймін. Жүр ана кісілермен отырып. Әңгімелесеміз. Бармайым мен. Түрім жаман болып тұр, бармайым мен. Есің тұрса сен, жай сөйле. Айтып қойдым ғой мен сен барады. Қолым тимей жатыр, бармайым мен. Иә. Жүр дедім ғой мен. Күліп тұр. Иә. Көрініп тұр. Амандас. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Сәлеметсің бе? Отырып шай құй. Бұны Бақыт деген келініңіз. Осы дәмхананы екеуміз жүргізіп жатырмыз. Айналайын. Шай ішіңіздер. Рахмет балам. Осы сіздер қанат айкүл құдай бергенсіздер ма?
немесе Айткүл Қанат Құдайберген үйде кім қылады неге осы сіздерде бізде мына бұл кейде осындай болып қалады да осы айтыңызшы кім үйде главный сіздерде Бұл енді сұрағың орында екен. Мынау күйде үйде кім бастық деген әңгіме бұл өзі негізі былай орысша айтқанда провокация болып есептелді. Сен де орысша Ал айтып қоймадың ғой. бұрында апаларымыз, аталарымыздың қас қабағына қарап бір ауыз сөз сөйлемей айтқанын орындаған. Енді мынау жаңа заман, гендерлік саясат, әйелдерге көбірек жаңа билікті беру, бұл біраз кішкене сол салтымызға, дәстүрімізге қайшы келіп жатыр. Қазақта мақал бар бір жақсы. Сиыр пұл болған zaman, қатын би болған zaman. Соған әкелді жаңа гендерлік саясат деген. Айткүл екеуміздің міне отасқанымызға 40 жыл болды. Қанша айтқанмен ол кезде 70-ші жылдар, 70-тің аяғы сол шама ғой. Сол кезде кәдімгідей кішкене ер адамға деген жаңағы әйелдің құрметі болды. құрметі болды иә Иә. Енді сол кезде біз үйлендік, одан бері 40 жыл өтті. Алғашқы үйде көргенімізді, әке шешеміз бір-біріне қалай сыйласты, қалай тұрды, бірге көрдік, бір көзіміз көріп өстік. Содан кейін Айткүл екеуміз де сол кісілердің ізін жалғастырып, бір-бірімізге жаңағы тыңдап деген сияқты. Ашуға біреуіміз ерік берсек, екіншіміз тыңдап, сөйтіп, соның арқасы шығар. Сенің сұрағыңа қарағанда келін екеуінің арасында бір кірбің болып қалды ма деп ойланып қалдым. Өйткені келін кішкене қабағы түсіңкілеу болып. мен кешірім сұраймын бірден сіздің отбасыларыңызға кірісіп кеткеніме осы сіздер келмей тұрып мына біздің үйде кішкене қара болды үйіліп тұрған жаңағы Ол дұрыс, ондай болады. Сол кезде адам екі жақ бір-біріне кешіріммен қарау керек. Өйткені махаббат деген сезім бар, сыйластық деген сезім бар. Сол екеуін қатар ұстап, ашуды жаңағы ақылға жеңдіріп, сонда енді ол қанша айтқанмен темір қып-қызыл шоқ болып тұрмайды ғой. Мен бір Су иді. Сол кезде ақыры көкем деп қойсаң болды. қатты ашуланып тұрғанда лықсып келген ашуды басып жіберу деген ерлік қой. Бірақ енді түсінемін әрине әйел адамдар кішкене біз неміз ғой енді бұрқылдап артынан басыла қаламыз. Бірақ дегенмен сол кезде басылу үшін мына күйеуіңнің бір саған бір жақсы көзқарасымен жаным күнім деген бір еркелеткен кезін есің ала сал да ұмыта сал. Әйтпесе қазір деген қатты ашуланып тұрған түрін көре берсең, сен одан арман ашулана берсең, одан арман бүйтіп ашулана бересіңдер. Бұл ашуланса, мен бетіне қараймын да, жай жымиям. Сүнген үндемей қоям, жүрем. Бұл қашан ана қайнаған су қанша. Сүнген Бұның әдісі көбіресе шығып кетеді. кетем, болды. Сонымен басыла қалады. Бұрындары ерлі зайыптылар ажырасып кетіпті деп сирек еститін едік қой. Ал қазір ерлі зайыптылар тату тұрып кетіпті дегенді естімейтін болдық. Естісек те сирек еститін болдық қой. Рас айтасың. Дұрыс айтасың. Өйткені бұл жерде бір тағы да бір кішкене мәселе тұр. Мына ер азаматтар кейде бала сияқты мінездері бар. Енді біз әйел адам, ер адамдарға қарағанда кішкене тез сезгіш, тез амал қолдануға дайын тұрамыз. Сондықтан осы кісілер ашулана бастаған кезде жаңағыдай әдістерді қолданып отыру керек. Кім болсын? Өйткені ол кім үшін? Екеміздің жаңағы татулығымыз үшін. Соның кейін отбасының бірлігі үшін. Жаңағы балалар да берекесі кетіп қалады. Еркектегі мысық сияқты, сипасаң, суға сиғалады. Ал енді әйел адамға мен балам саған айтатыным, бірақ сөз ғана керек. Қатты ашуланып бара жатқанда дей салсаң болды. айыпқа бұйырмаңыз біз бақыт екеуміз кешірім сұраймыз сіздерден Кешіріңіздер енді кішкене қабағымыз Қайта көрсетіп қойсақ. бақыт жарайсың, онша ашуланғанын көрсеткен жоқ бізге. Онша мен мән бермедім, бірақ шай қиған кезде кішкене тіке қарай алмай ыңғайсызданғанынан біліп қойдым мен қабағынан. өздеріңіз қалай жақсысыздар ма Жақсы. жалпы өзіңіз не жаңалық қазір Жаңалық көп сол жаңағы сағынамыз сіздерді концертімізді қоямыз, алыс жолға жүреміз. Міне ағаның арқасында. Ағаң өмірі жаңағы
рөлде отбасын тасып сол концертін Анау- қойып шығармашылық кеш деген сияқты сондай 40 жылдық жолдарыңызды берсін. мерекелік концерттерімізді бүкіл Қазақстан бойынша облыстарда қойып жүрміз. Енді былтырлар осы оңтүстік облыстар, енді қазір батыс облыстар, батыс өңірінде жүрміз қазір. Ақтөбеден келдік жақында. Батыстықтар қандай бақытты. Біздің ауылға да келіп концерт берсеңіздерші. Біз барамыз. алла бұйыртса барамыз. Қазір енді мына ағаң 60-қа келді, жаңағы одан 40 жыл сахнада өнерде өмірде жүр екенбіз. Соның бәрі қас қағымда өтіп кетіпті. Ал енді артыңа қарап білесің ғой, енді жастардың өсіп келе жатқанына қарап білесің есейгеніңді. Соның кейін енді біраз шығармашылығымызда жаңалықтар бар дегендей бала-шағамен бірге біз енді өмір бақи бала-шағамен келе жатырмыз ғой сахнада. Балаларыңызды да кішкентайынан танимыз ғой. Сол балаларымызбенен енді шығармашылығымызды жаңағы есеп беріп жүрміз, шынын айтсақ, ел алдында. Ерболатты айтпау мүмкін емес сіздерді көргенде. Біз Ерболатты Енді Ерболаттың бүйтіп жөні қарап бір бөлек. тұрсақ, қандай, сіздердің бағыттарыңыз басқа. Ерболаттың бағыты басқа. ол өзі Ол әдейі жасалған образ ба ол? Бұл Өзіңіз енді құрастырып бердіңіз ба? бұл енді Ерболаттың бала кезінен арманы. Мынау батыстан жаһандану ғой. Батыстан келген ағымды өзге тілде, түсінбейтін тілде айтып жүргендерге, жаңағы жастарға неге Мұқағалидың сөздерін, неге Мағжанның сөздерін, неге Мұхтар Шахановтың сөздерін, осындай ақын жазушылардың сөздерін неге Айтпаймыз деген. Иә, батыс жаңағы стилінде неге айтпаймыз деген, айтпаймын деген мағынада бір күні алып келді ғой міне. Жұбан Молдағалиевтің бірден мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деген. Соның кейін жаңағы басында енді құлағымызға онша естілген жоқ, өйткені біздікі дәстүрлі бағыт қой. Соның кейін Ерболатқа айттым, енді мынау сөз деген 40 жыл, 50 жыл болған шыққанына. Депрессия ұшыраған сөз ғой. Иә, ешқандай қазақ осыны әнге қосып айтып көрген жоқ. Бірақ сен әнге қосыпсың, бірақ мынау әнің қызық екен деп сөйтіп едім. Сіздер сияқты дәстүрлі әнмен салсақ, жастар естімейді. Тыңдамайды да деді. Соның кейін өздерінің құлағына, ана батыстан келген, құлағына жағатын жаңағы неге салып, әуенге салып, айтса жастар тыңдайды деді. Иә. Рухымыз көтерілді ғой. Деді, соның кейін мен айттым, жарайды, алдыңнан жарылқасын дедім. Бірақ жаман болған жоқ, басында сынға ұшырады. Тіпті бір ағаларымыз айтты, Ерболат қазақ эстрадасына келген апат деп те айтты. Иә. Кейіннен өзі Бәрі қалып көтеріп өзі кетті. орнына келді ғой. Дегенменен. Армандаймыз бақытты жанұяның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшіңде, барыңды бағалайтын кісіңде, өз отбасыңның ішінде. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қарттықтың мағыналы